Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен варикоз неден пайда болатыны туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Кешке немесе түнде аяғыңыз ауыра ма, аяқ сыздап ауырады ма? Егер сіздің варикоздың белгілері болса, бұл пост сізге арналған. Ары қарай мұқият тыңдаңыз. Веналардың варикоздың кеңеюі, түйін тәрізді шумақтардың ұзаруы, сондай-ақ қатпарлардың пайда болуы арқылы жүретін патологиялық өзгеріс. Бұл өзгерістің салдарынан қақпақшаларда ақаулар орын алып, қан ағымы бұзылады. Варикоз қан тамырларының кеңеюінен таралған ауруы. Варикоздың пайда болу себептері: вена қақпақшаларының ақауы, венадағы жарақаттар, генетика, гормондар, жүктілік, артық салмақ. Варикоздың негізгі белгілері: аяқтың қышуы, ауруы және ісінуі. Варикоздың алдын алу жолдары: душ немесе ванна қабылдағаннан кейін далаға шықпас бұрын аяқтың ұшынан тізе түбіне дейін төменнен жоғарыға дейін салқын сумен жуыңыз, шайқаңыз. Көп емес, шамамен 12-15 секунд. Не үшін аяғыңыз қызады? Бұл веноздағы тамырдан қан жоғарғы көтерілмей, сарысу ткандары жиналып, осындай сезім тудырады. Егер сіз осылай құйынсаңыз, тамырлар біртіндеп қалпына келеді. Әсіресе жылы жерде, душтан кейін, тамыры бос болған кезде салқын сумен құйыну керек. Емдік әсер береді. Салқын су терінің бұлшық етінің жиыруына, тамырдағы қанның көтерілуіне әкеледі. Екінші кеңес: су ішу. Қозғалу, көп отыратын жұмыс болса, арасында тұрып жүру, жаттығу, жұмыс жасау. Ішектің жұмысын қалыпқа келтіру. ДЦ дәруменімен кальций, цинк, коллагенді сақтайды. Ал коллаген тамырларға тонус береді. Өте ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Аяққа салмақ түсіруге болмайды. Тар киім киюге болмайды. Мүмкін болса, гормондар, контрацептивтер қабылдаңыз. Бұл кеңестер сізде варикозды тамырларға қатысты барлық сұрақтарға жауап берді деп үміттенем. Сізде варикоз тамырлары бар ма? Сіз қандай ем жасайсыз? Тағы да қандай емдеу әдісі білесіз? Тәжірибеңізбен бөлісіңіз комментарий арқылы.